Bir қонақта болдық. Сонда жаңағы ортасы ашық екінші бөлмеде кішкентай бір 2 жасар баланы үлкен мынандай биік коляска сияқты бар ғой, сондайға отырғызып қойған. Жанында жаңағы шай ішетін стол тұр, биік. Столға тарелка, пиалалар тұрды, шана ыдыстар. Бала ойнап жаңағы ұмтылып тұрды да бір кезде тарелка жерге түсіп сынды. Бір тарелканы жерге түсірді да сынды ол. Сонда жаңа келін бала ғой, келді да ана баланы енді Алланың құдіреті анашы көрсең аянышты. Ана баланы гүрс етіп ұрып жатыр ғой. Арқасынан, басынан неге сындырасың? Тағы бір қызыға қараңыз, қайта сұрайды ғой. Неге сындырасың мынаны? Неге сындырасың деп. Қайта. Алланың құдіреті деймін да, ол балада ол ыдысты сындырмау керек деген ақыл болатын болса, ол бірінші жаңағы палжыңғиге сиюін тоқтатар еді ол. Ондай ақыл болса да, ажырата алатындай дәрежеде болса. Қазіргі сол келіндерге айтар едім. Балаңызды ұрмаңыз. Кішкентай шыны ыдыс үшін балаңызды ұрмаңыз. Кішкентай дүние үшін ұрмаңыз балаңызды. Өйткені талай адамдар бүкіл дүниемді берер едім, Алла тағала бір бала берсе деп жүрген небір адамдар бар. Қадірін біліңіз ол баланың. Және айтар еді, балаңызға олай тәрбие бере алмайсыз. Ол ұрғаннан балаңыз шыны ыдысты сындыруға болмайды екен деп түсінбейді. Қараңыз, сіз балаңызды неге үйретесіз? Балаңыз енді сіз жоқ кезде бір ыдысты сындырады ғой, сен оны ұрлыққа, өтірікке үйретесің. Сен жоқ кезде сынған ыдысты ол көзін жойып жоқ бұзып береді. Өйткені ол біріншіден өтірік айтып тұр, қараңыз, өтірікке үйретіп жатсың. Қолымен істеген нәрсені мойындамауға үйретіп жатсың. Не үшін? Өйткені ол біледі, саған баладан гөрі дүниенің қымбаттау артығырақ екенін. Қараңыз, сол бір шыны ыдыс үшін баланың жүрегін сындыратыныңды біледі. Сол үшін қазіргі келіндерге айтарық, балаңызды еш уақытта ұрмаңыз. Сіз түсіндіріңіз оған. Балам, өзі шындап келген кезде 2 жасар балаға ана келіннің ақылы болса, егерде ана баланың алдына тарелканы қоймауда керек ғой. Оған өзінің ақылы жетпеді да, бала сындырып еді, келіп, неге сындырасың деп жатыр да. Келіндерге айтар едік, жалпы осы бала тәрбиелеп отқандарға балаңызды еш уақытта ұрмаңыз. Оған түсіндіріңіз. Мысалы қараңызшы, былай айтсаңыз, балам, бұл ыдыс ақшаға келген нәрсе. Бұны сындыру ысырапқорлық болады. Алла тағала ысырап етушілерді жақсы көрмейді. Сол үшін бұл нәрсені қайталама десеңіз, қалай ойлайсыз? Бала осыны жақсы қабылдай ма, жоқ әлде гүрс етіп ұрып, неге сындырдың? Неге сындырдың? Бұл ақыл айту емес, бұл сұрақ қою ғой енді. Неге сындырдың? Ол неге сындырғанын білсе, ол оны істемес еді ғой.